Сәлем достар, сіздермен әлем мұрзайып тұрмынасы. Бүгінгі видеода мен әлемдегі ең сұлу 5 мұсылман қыз кім екенін айтамын. Ал ендеше кеттік достар. Бірінші орында Амират Аль-Тавил, Сауд Арабиясында тұратын қыз. Әлемдегі мәртебелі ханшайымдар жақсы өмірін мансап пен саяси қызметке арнауға шешім қабылдай бермейді. Амира Аль-Тавил сондай ханшайымның бірі. Сауд Арабиясында ең бай шейхтер арабиясының қандасына үйленді, бірақ 10 жылдан кейін олардың некелері аяқталды. Екінші орында Рехан хан. Рехан журналист, жазушы, тележүргізуші және ол өте әдемі әйел. Ол Америкада BBC телеарнасында көп уақыт жұмыс істеп, ona орай бұл жаны жүргізді. Алайда 2004 жылы Пакистанға оралған. Үшінші орын Несрин Тафиш, Палестинада тұрады. Несрин Тафиш үлкен гипнозды көздері бар талантты палестиналық актриса. Болашақ жұлдыз Алеппода дүниеге келген. Бала кезінен бастап телешоуларда эпизодтық рөлдер сомдап, 20 жасында арабтық ойын-сауық индустриясында танымал адамдардың бірі болған. Төртінші орын Зарина Хан, Үндістан. Зарина ұлы және талғампаз көрінетін шығыс әйелдерінің жасылыққа ие актриса және модель. Ол үлкен экраннан түспейді. Көптеген танымал брендтері, танысушы және әлемдегі жетекші сән дизайнерлерімен жұмыс істейді. Бесінші орын Мина Абу Сулейман, Сауд Арабиясында тұратын қыз. Мина ақш-та өсіп білім алған америкалық әйел. Есейгенде Сауд Арабиясына көшіп, азаматтық және саяси қызметке белсене араласып, әлемдегі ең беделді мұсылман әйелдердің біріне танылды. Достар, бүгінгі видео мұсылман қыздар туралы болды. Видео ұнаса лайк басыңыз және арнаға жазылып қоңыраушаны басыңыз. Сау болыңыздар достар. Келесі кездескенше.